Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Тілдарын облыстық тілдерді оқыту орталығының оқытушысы Сайран Тұрсынбайқызы. Добрый день, уважаемые зрители! Вместе с вами преподаватель областного центра обучения языкам Тілдарын Сайран Тұрсынбайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы уақыт. Тема нашего сегодняшнего урока – время. Жаңа сөздермен танысамыз. Познакомимся с новыми словами. Уақыт, время. Уақыт, время. Сағат, час. Сағат, час. Жарты сағат, полчаса. Жарты сағат, полчаса. Бір сағаттан кейін, через час. Бір сағаттан кейін, через час. Тәулік, сутки. Тәулік, сутки. Кетті, ушло, прошло. Кетті, ушло, прошло. Қалды, осталось. Қалды, осталось. Тура, ровно. Тура, ровно. Минут, минута. Минут, минута. Жарым, половина. Жарым, половина. Екі жарым, половина третьего. Екі жарым, половина третьего. Сағат бес жарым, половина шестого. Сағат бес жарым, половина шестого. Сағат қанша, который час? Сағат қанша, который час? Қашан, когда? Қашан, когда? Кешкі, вечерний. Кешкі, вечерний. Таңертеңгі, утренний. Таңертеңгі, утренний. Түнгі, ночной. Түнгі, ночной. Бүгін, сегодня. Бүгін, сегодня. Қазір, сейчас. Қазір, сейчас. Кеше, вчера. Кеше, вчера. Ертең, завтра. Ертең, завтра. Күні бойы, весь день. Күні бойы, весь день. Күн сайын, каждый день. Күн сайын, каждый день. Енді осы тақырыпқа байланысты сұхбатты тыңдаңыздар. Теперь прослушайте, пожалуйста, диалог к новой теме. Айналайын, атың кім? Дорогая, как тебя зовут? Сәлеметсіз бе? Менің атым Татьяна. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Татьяна қалқам, айтып жіберші, қазір сағат неше болды? Татьяна, дорогая, скажи, пожалуйста, который час? Дәл қазір сағат тура бір, түскі уақыт. Сейчас время ровно час, время обеда. Түскі ас уақыты нешеге дейін? Время обеда до скольки? Екі жарымға дейін. До половины третьего. Татьяна, айтып жіберші, жақын жерде дәріхана бар ма? Татьяна, скажи, пожалуйста, рядом есть аптека? Я, бар. Да, есть. Ол нешеге дейін істейді? Она до скольки работает? Ол кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді. Она работает до 8 вечера. Көмегіңе рахмет, айналайын. Спасибо за помощь, дорогая. Осымен кезекті сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше. На этом очередной урок закончен. До следующей встречи.